Халықта ит жоқ болса шошқа үреді дейді. Сондай мақал жақсы осы араға келіп тұр. Алдымен мына дүмшені тыңдап алыңдар. Соңғы кездері әлеуметтік желіде құрбан шалуға ниеттенген адам құрбан айттан 10 күн бұрын шашын, сақалын, тырнақтарын алмау керек деген мағынада хабарлама таралуда. Дәлел ретінде имам Мүслімнің хадистер жинағында келген пайғамбарымыздың тыйым салған осы мағынадағы хадистерін айтады. Ғалымдарымыз бұл хадиске қатысты бұл жердегі пайғамбарымыздың тыйым салған сөзі әмір мағынасында емес, керісінше мұстахаб, мәндүб, яғни бір адамның құрбан шалуға ниет етсе егер, шашын, сақалын, тырнақтарын алмай жүруі ол жақсы амал екендігі. Ал енді алып жататын болса, ол күнә емес екендігін түсіндіреді. Ханафи мазхабының белді кітабы Бадай ус-Санаи кітабында Ханафи мазхабы бойынша құрбан шалуға ниеттенген адам сол құрбан шалынғанға дейін, мейлі 5 күн болсын, мейлі 10 күн болсын, шашын, сақалын, тырнақтарын ала беруге рұқсат екендігін, ешқандай әбестік жоқ екендігін айтады. Мына Жүсіп Шұғай деген дүмше молда надандық мінездің бәрін адастырып бітті. Бұл ақымақ Құрандағы Аллахтың бұйрығымен хадистерді лақтырып тастап, мазхабының өзі сияқты надан дүмше ғалымсымақтарының бұлшылын Құран мен суннадан жоғары қоюда. Аллах Құранда құрбандыққа шалынатын малдар сойылатын жерге жетпейінше шаштарыңды алмаңдар дейді. 2-ші сүренің 192-ші аятында. Бұл бұйрық, Аллахтың бұйрығы бұл. Әли ибн Абу Талха осы аятқа байланысты Ибн Аббастың алдымен ихрамды шешіңдер, содан кейін ғана шаштарың мен тырнақтарыңды алып, жай киініңдер деген сөзін жеткізген. Сондай-ақ басқа хадистерде де құрбандық шалынбай, тырнақтарды, шаштарыңды алмаңдар деп айтылған. Хадистерде фанатик болмаңдар деп айтылған. Ал мына надан дүмше молда сияқты сектанттарға Құранда сүннетте дәлел емес, тек дүмше ғалымсымақтардың шатпарлықтары мен бұлшылығы ғана жоғары болып табылады Құран мен сүннеттен. Сондықтан да мұндай ақымақ надандарды тыңдамаңдар.